Саламатсыздар ма, менің тыңдармандарым? Бүгінгі тыңдайтын әңгімелеріңіз түнгі тергеу. Кіріспесін айтатын болсам, қаланың тұңғыш түнінде бір адам жоғалып кетеді. Ал тергеуші Айдар Талғатұлы бұл істі шешуге кіріседі. Әрбір із, әрбір дәлел оны қараңғылықтың ар жағында жасырынған шындыққа жақындатады. Тергеуші қиындықтарға қарамастан ізін тапқан іздер мен айғақтар арқылы жоғалған адамды табуға тырысады. Түнгі тергеу. Қаланың қақ ортасында тар көшелерде бір адам жоғалып кеткені туралы хабар келеді. Жергілікті полиция бұл жағдайды қарауға жіберілген тергеуші Айдар Талғатұлына тапсырма береді. Ол ескі қаланың тыныштықта жатқан кездерінде бұл іске кірісті. Айдар таңертеңгі сағат 9-да жоғалған адамның соңғы көрген жері бойынша тергеуді бастады. Ол жәбірленуші Аслан Қасымұлының үйіне барды. Үйде оның әйелі мен 2 баласы және қызметшісі болды. Айдар барлық адамдармен сөйлесіп, оқиға туралы мәлімет жинады. Аслан түнімен жұмыста болмады. Кешке қоңырау шалып жұмыстан қайтатынын айтқан, бірақ ол үйге келмеді, деді әйелім. Айдар бөлмелерді мұқият тексеріп, ешқандай айқын дәлел таппады. Бірақ ол байқап қалды, үйдің жанындағы бақта қараңғы түскеннен кейін бір адамның аяғының іздері байқалды. Тергеуші бақтағы іздермен жүріп отырып, бір қатар маңызды нәрселерді анықтады. Бірнеше метр жерден, есікке жақын жерден бірдеңе ұмытылып кеткенін байқады. Бұл кішкентай сөмке еді. Айдар сөмкені ашып, оның ішінен жоғалған адамның жеке куәлігі менен бірнеше ақша тапты. Бірақ басты дәлел сөмкеде Асланның телефон нөмірі жазылған қағаз табылды. Айдар телефонды іздеп, оны табу үшін Асланның соңғы байланыс жасаған жерін тексеруге кірісті. Ол жақында белгілі бір құрылыста жұмыс істейтін адаммен сөйлескенін білді. Айдар бұл жаңа бағытты зерттеуге шешім қабылдады. Түнде құрылыс алаңында іздестіру жүргізген кезде Айдар белгісіз бір адамның көлеңкесін байқады. Құрылысшылардың арасында жасырынған күдікті адамды тапқан кезде оның Асланды жасырғанын анықтады. Бұл қылмыс ішкі қақтығыстар мен жұмыс орнының дауы болып шықты. Қолға түскен адам өзінің кінәсін мойындап, тергеуші Айдар істі аяқтады. Міне осылай, тыңдармандарым, әңгіме аяқталды. Әңгіме ұнаса, лайк басып, парақшама тіркеліп қойыңыз. Соңына дейін тыңдағаныңызға рахмет.